Салеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді ауызда еритін котлет рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен 40 қабатты жіңішке қылып тураймыз. Сәбізді кішкентай теркадан өткіземіз. Пиязды майда қылып тураймыз. Табада пиязды шамамен 4-5 минут қызарғанша қуырамыз. Сәбізбен 40 қабатты қосамыз. Жұмсарғанша шамамен 3 минут қуырамыз. Тауық етін майда қылып тураймыз. Дайын 40 қабатымызды басқа ыдысқа салып қоямыз. Осындай кесенің көлемінде 40 қабатты подливаға алып қоямын. Осы массаға тауықты қосамыз. Тұз, бұрыш және сізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосамыз. Массамызға бір жұмыртқа жарамыз. Араластырамыз. Котлеталарымыздың әр жағын шамамен 2-3 минут қуырамыз. Аз мөлшерімі көлемінде май үстінде қуырамыз.
подливамызды дайындаймыз. Подливаның үстіне біздің қуырылған котлеталарымызды қоямыз, шамамен 15 минутқа. Осы гарнирге бізге вермишель керек. Вермишель паутинка. Шамамен 3-4 ас қасық май құямыз. Мынандай кесе мөлшерінде күріш саламыз. Орташа отында қызарғанша вермишелімізді қуырамыз. Қызарған вермишелімізге күріш қосамыз. Күріш пен вермишельді қуырамыз. Мінекей күрішіміз осындай болып шығу керек. Күрішімізді кішкене тұздаймыз. Қайнаған су құямыз. Су біздің күрішімізді жабу керек. Қатты отында шамамен 3 минут қайнатамыз. Мінекей 3 минут өтті, шамалы қайнаған су қосамыз. Содан кейін ең жай отына қоямыз. Шамамен 8-10 минут пісіріледі. Күрішіңізден қараңыздар. Мінекей біздің тағамымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Лайк және подписка қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар. Thank you.